Сондықтан осы қуанышқа келген қадірлі мейманға тойдан тобықтай сый болсын деген ниетпен алып қойған жақсы құнды сыйлықтары бар. Енді сіздерді ортаға шығарып, билетіп, терлетіп, қинап ол сыйлықты бергенше, орындарыңызда отырып ала берсін деп бір мүмкіндік бергіміз келіп отыр. Оның үстіне бүгін байқап отырсыздар, ағадал дастархан жайылып жатыр. Сондықтан танымайтын біреудің еркегімен біреудің әйелін билететін менің жайым жоқ. Мынау байқап отырсыздар, бұл дастарханның арағы жоқ. Демек, бұл тойдың арамы жоқ. Бұл тойдың шарабы жоқ, бірақ сауабы көп. Бүгін ішіп алып күнәлары қабыл болатын емес, Алла қаласа тілеген дұғалар қабыл болатын той болайын деп жатыр. Баршаларыңыздың бата тілектеріңізді Алла қабыл етсін. Енді назарларыңызды қазір экранға саласыздар. Тым болмаса осы мақсатпен Гүлжанардың қуанышынан бірдеңе біліп кетейік. Білетіндер білмегендерге үйретіп кетейік. Және жай кетпей, сол білгеніміз үшін тойлерінің атынан сый-сияпат алып кетейік деп отырмыз. Ал қазақтың салт дәстүрін қаншалықты білетіндеріңізді бір байқап көрейік. Назарды экранға аударамыз. Дұрыс жауап болса, тойлерінің атынан сый-сияпат үлестіріп отырамыз. Ал экранға. Қазақтың салт дәстүрлерінен мынандай бір сұрақ. Қазақ баланың кіндігі түскеннен кейін немесе кіндігін кескен соң қайда тастаған, кім білет, қолын көтерсін. Ал бірінші қолды. Қазақ келіндері қандай жағдайда сәлем жасаудан босатылған? Ал келесі. Шашуды құдалардың алдынан неге шашады? Ал енді мен анау басқа шашуды айтпаймын, құдалардың алдынан неге шашады? Той болсын. Оның астарында үлкен мағына жатыр. Шашу болсын, тәтті болсын деген тәттілер. Оның астында үлкен мағына жатыр. Құдалардың алдынан неге шашу шашады? Шүгі болсын. Кім нақтылап айтады? Ана жерде түсінікті болу үшін айтырмыз. Құдалардың алдынан неге шашу шашады? Басқасын айтып тұрған жоқпыз. Құдалардың алдынан неге шашу шашады? Шашу шашпаса мақсат 1000 жыл болмай қала ма? Шашуды құдалардың алдынан неге шашады? Тамаша. Ал төрдегі үлкендеріміз. Тойымыздың бастауы болған үшін келешекте жастардың шашу көп болсын. Жақсы, бұл тілек қой. Ұрпағы көп болсын. Не шашқан негізі? Енді теңгелер шашқан, кәмпит, тәттілер шашқан. Ал, біліп жүріңіздер. Кейде бай мен кедей құда болып қалады. Кейде жақсы мен жаман құда болып қалады. Заманда жасаттым деген құдаға арнайы осылай бабаларымыз құрт бауырсақ тәтті шашқан. Біліп жүріңіздер. Келесі. Білгенге маржан, біліп жүрейік. Жылқы малының жас атауларын кім атай алады? Бастайық. Одан кейше. Тай. Құлын, жабағы, тай. Тоқтаңыз, нақтылайық. Қай кезде құлын? Құлын жаңа туған құлын. Қанша уақытқа дейін құлын болады? Ол 6 айға шейін. 6 айға дейін құлын. 6 айдан кейін? Мен жабағы. Жабағы болады. 1 жасқа дейін тай. Келесі. Ерулік дегеніміз не? Тамаша, міне, шешелеріміз бірінші қолын көтерді. Ерулік дегеніміз қандай салт? Қазақ қызының шаш өру үрдісін қалай түсіндіресіз? Бір бұрымды және 2 бұрымды қалай түсіндіресіз? Білмейді. Кім біледі? Тамаша. Қыздарымыз? Ау? Өрім. Қайсы? Көрмей отырғандар ана өрім екен. Өрім екен ғана. Қыз жібек фильмін еске түсіріп жіберейік. Қыз жібек фильмін еске түсіріп жіберейік. Егер қыздың өрімі 2 болса, босаға майлау деген қандай салт? Ұмыт болып бара жатқан салт дәстүрлер ғой, бір еске түсірейік.
Кім білет босаға майлау? Босаға майлап жүргендеріміз бар ма өзі? Бар ма босаға майлап жүргендер? Үлкендер сіздерден тұқағасыздар ма? Бұрын аталарымыз әжелерімізден көріп жатушы едік қой. Босаға майлау. Босағаны деген анау ата келбелей мала келіп байлайды ғой. Неге байлайды? Мен байлау емес, босаған майлау деп жатырмын. Ойламаңыздар, топса ашылмай, жабылмай, сосын майлап жатыр деп. Ал, аға, босаға майлау. Білмейтіндер біліп жүрсін. Отбасыларын кезде? жастар бас қосқан кезде, үйленген кезде. Тамаша. Жас шаңырақ көтерілген кезде босағасын майлаған бәсіре атау деген не? Бәсіре атау деген не? Тамаша. Апа, қол көтеріп оқып қалдыңыз ғой. Ол баланың алғашқы меншігі. Қандай қиын жағдай болса да, ол малды сатуға ешкімнің қақысы жоқ. Оны бәсіре атау дейді. Білмегендер біліп жүрсін. Тамаша. Ал енді сізге бір сыйлық бергім келіп тұр. Ана қонаққа бас тартқан кезде сақталу тиіс 4 қағида. Енді кейде 5 ұйғып жатамыз. Соны атап берші, жас келіндер білсін. Не істеу керек бірінші басқа? Дайын алама, нет, жағын айырады. Жағын айырады сосын. Таңдайын алдырасайды. Сосын. Тойдан тобықтай сый болсын анамызға. Бір қол соғып қояйық. Ай, тамаша. Рахмет. Рахмет. Не екенін білесіз баба? Не? Енді сол, осымен шай ішеміз ба? Ол істеп тұрғанда шайдек бұзылып қалса құман апа. Рахмет. Рахмет. Ал, келесі. Арқанды кімге және не үшін кереді? Нақтылап айтып беретін сіздер болса микрофон берейін. Ал, білмейтіндер біліп жүрейік. Ал, үлкендеріміз. Арқанды кімге кереді және не үшін кереді? Арқан көріп жүргеніміз, біздің көріп жүргеніміз, мына құлағар келгенде арқан кереміз. Қай құлаға? Қыз алған құлаға. Көбісі жаңылсып, қыз берген құдаңды алдынан керіп шығып жатады. Бұл дұрыс емес. Арқанды тек қыз алуға келе жатқан құданың алдынан керген. Өйткені қалың малды әкесі алады, китті туысқандар алады, ауылдағы жағдайы жоқ көршілердің келіндерді бірдеңе алсын деп, солардың алдынан ғана арқан кергізген. Естеріңізде болсын. Қыздарыңызды ұзатайын деп жатқанда ғана кересіздер. Келін алған кезде арқан керіп ақсақалдардан сөз естіп қалды. Тойдан тоғықтай сый болсын. Міне осылай. Білмегенге, білгендер үйретіп отырсын. Білгенге маржан бірдеңе іліп кетейік. Ол сізге бір қол соғып қояйық. Тамаша. Келесі. Қазақ неге тойды ақ түйенің қарны жарылған күн деп айтады? Неге ақ қошқар емес? Неге ақ бозат емес? Неге ақ түйе? Кім білет қолын көтерсін? Өте керемет той болды бүгін өзі. Тойлап жатырмыз. Тамаданың арқасында бір өзім тойлап жүрміз, бірсыпыра нәрсені білеміз бе деп. Бірсыпыра нәрсеге үйреніп те қалдық жаңағы. Өте керемет. Сені ұнатып, біздің Әбіл ағамның тойынан біз сені бір көріп қалғанымыз болды. Содан бір жақсы жаңағы арман ғой. Сол кезде аяғым ауыр болған. Мақсат қайтам. Мақсат қалай әдемі сөйлейді. Әңгімесінің астарда түсінікті адамға айтқысы келетінін айтады. Әдемі, тілі де тәтті. Не деген бұл машалла жігіт деп қызыққанбыз біз отбасымызбен. Аллаға шүкір, сен біздің тойымызды өткізгеніңе, сол күнге де жеткенімізге, сол күнгі арманымыздың бүгінгі орындалғанына біз саған отдельно ерекше рахметімді айтамын. Басқаға айтса